Взвод командир Браунова. Взвод Зель. Тіктір. Назар ортаға. Жолдас алғашқы әскери дайындықпен жетекші. Біз бірінші взвод, 10-шы асыр оқушылары. Алғашқы әскери дайындық сабағына 15 оқушы қатысып отырмыз. Рақып берген, Азихан Бақтияр. Рақып қабылданды. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар, алғашқы әскери дайындық бәрінің жетекшісі. Еркін тұр. Взвод, еркін тұр. Ал оқушылар енді мына топқа бөліп алайық. Стикер арқылы. Келеміз. Стикер аламыз, ертең бір-бірден. Стикер. Сары отырамыз. Қызылға, жасыл отырамыз. Тез едеміз. Түрлі түсті стикермен бөліндік қой, сары түс лейтенант, қызыл түс майор, жасыл түс генерал. Үш топқа бөліндік қой. Енді үйге берілген тапсырманы бір қайталап алайық. Ал кім білген әдісімен өткен сабақты қайталап жіберейік? Кім жауап береді? Автомат дегеніміз не? Ал, саламат жауап бере ғой. Автомат дегеніміз қоя қолды ұрыста өзінің қарсыласын, яғни жауын жеңу үшін көмектесетін қару. Дұрыс. Екінші сұрақ, автоматты кім ойлап тапты? Ал, Нұрай жауап бере ғой. Автоматты Михаил Калачников 1947 жылы құрастырған және оны Кеңес одағындағы ұрыста қолданыла бастаған. Дұрыс. Автоматтың құрылысын атағы. Кім жауап бере? Ұңғы қорабы, пенал, конденсатор, қайтармалы механизм және қайтару. Бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы жарықшақты қол гранаталары. Мақсаты оқушыларға қол гранаталары туралы түсінік беру, қолдану жолдарын үйрету. Оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Оқушылардың гранаталармен жұмыс жасай білуге тәрбиелеу. Топтық жұмыс ойлан, бірлік, бөліс арқылы постер қорғаймыз оқушылар. Nereden келіп плакаттарында алынған? Ал оқушылар дайын болса, дайын топ өздерінің постердерін қорғай беріңдер. Келе аламыз. Бізге берілген F1 гранатасының құрылымы жайы болған тұр. F1 гранатасы корпуста және жару зарядты және тұтандырғыштан тұрады. F1 гранатасының заряды мен тұтандырғышының құрылысы қолданылуы РГД-5 гранатасына ұқсас.
Ал оқушылар дискуссиялық өрнек әдісі арқылы сабағымызды бекітеміз. Нері келемізде топ болып тұра қаламыз, шеңбер жасаймыз, келе қаламыздар, келе қаламыз, жетеуіміз ішіне, сегізіміз сыртқа қалайды. Дискуссиялық әдіс арқылы бір-бірімізге сұрақ қою арқылы сабағымызды бекітеміз. Гранатаны лақтыруға дайындау әдістерін ата. Гранатаны сөмкеден алу, және түтікшеден тығынды бұрап алу, және де тұтандырғышты толық қатайғанша бұрау. Ал оқушылар, кім жылдам әдісі арқылы гранатаның құрылысы жөнінде дәптерге жазамыз бірінші, соны кім бірінші, соны жазып болады екен. Корпус жару заряды және тұтандырғыш орналастыруға, сондай-ақ граната жарылғанда жарық шақтар қалыптастыруға арналған. Молодец. Ал балдар, бүгінгі сабағымызды не түсіндіңдер? Дейін, кейін. Сабаққа дейін үйрендік, сабақтан кейін үйрендік. Сол жөнінде өздерің ойларыңды айтып. Мен сабаққа дейін тек гранатаны сырттай ғана білетінмін, ал сабақтан кейін гранатаның бірнеше түрлері бар екенін білдім. Ал, жаңағы Сабаққа дейін жалпы шынымен де жарықшақтың қол гранатасының сырттай ғана білген едік. Қазір сабақ арқылы біз оның қолданысын, құрылысын білдік, сабақ келмей тегеде жүрді. Үйге тапсырма оқушылар, сабақты оқып, граната жөнінде толық мағлұматтар біліп келесіңдер.